Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге әдеттегідей MMA әлемі каналы. Бұл шығарылымды жерлесіміз Шавкат Рахмоновқа арнауды жөн деп шештік. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Сонымен Шавкат Рахмонов 1994 жылы Өзбекстанның Шурчи қаласында дүниеге келген. Жастайынан спортқа әуес болған Шавкат 16 жасынан бастап самбо спортына қызығып, жарысқа шыға бастайды. Дәл осы жасында Шавкаттың отбасысы Өзбекстаннан Қазақстанның орталығы, яғни Қарағанды қаласына көшіп келеді. Шавкат қасындағы достарына қарап бокс спортына қатты қызыққан болатын, бірақ оның бас бапкері күреске қатты көңіл бөлу керектігін айтып, оған күрес тәсілдерін үйрете бастады. Соның нәтижесінде қазір Шавкат дзюдо және еркін күрестен спорт шебері болып табылады. Өз профессионалды карьерасын 2014 жылы 17 қазанда бастаған болатын M1 Global промоушнында. Ал UFC промоушнде Шавкат 2020 жылдан бастап өнер көрсетуде. UFC-да Номад атымен танымал болып жүрген Шавкат Рахмонов осы кезге дейін 16 жекпе-жек өтіп, оның 16-сында жеңген. Жалпы Шавкат UFC промоушнда 4 жекпе-жек өткізіп, оның 4-еуінде жеңіспен аяқтаған. Оның соңғы жекпе-жегі Нил Магниға қарсы болатын, және де барлықтарыңызға белгілі Нил Магниді Шавкат жеңген еді. Қазіргі таңда Шавкат UFC рейтингінде 11-ші орында тұр. Шавкат Нил Магниді жеңген соң Стивен Томпсонға шақырту тастаған болатын. Әрине, ол шақыртуды Стивен қабыл алса, керемет жекпе-жек болар еді. Сонымен достар, қазақша контентті қолдап каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Және қандай спортшыға қазақша обзор жасағанымызды қалайсыздар, оны да комментке жаза кетіңіздер.